Сәлем достар, бүгін көпшіліктің сүйікті тортына айналған молочная девочка тортын дайындаймын. Негізі оригинал рецепт бойынша бұл торттан сүттің дәмі шығып тұруы керек. Дәл осы рецепт бойынша жасап көруге кеңес беремін. Ол үшін қоюлатылған сүтке 4 жұмыртқаны салып, жақсылап араластырып аламыз. Тортыңыз дәмді шықсын десеңіз, тек қана табиғи заттардан ғана жасауыңыз керек. Миксерсіз винчикпенен осылай жақсылап араластырып аламыз. Ұнды міндетті түрде илеуіштен өткізіп аламын және оның үстіне қопсытқышты салып, жақсылап араластырып аламын. Ұнды осылай қасықпенен екіге бөліп араластырамыз. Бір келкі масса болғанға дейін жақсылап араластырамыз. Қамырымыз дайын болды. Менде 24 диаметрлік форма пергамент қағазға алдын ала сызып алдым. Әр корыжға 2 ас қасықтан құйып, осылай дөңгелете тегістеп жайып шығамын. Осындай корыждан 10-12 дана шығуы керек. Менде 12 дана шықты. Корыждарды 7-8 минутқа 180 градуста пісіріп алдым. Енді құрғақ ыдысқа 33% кілегейді, салқын болуы керек, кілегейді құйып, үстіне қантты салып, миксерменен қант ерігенше және формасын ұстағанша осылай тоғып отырамыз. Ең бастысы, қадағалап отыруымыз керек, біздің кілегейіміздің майы бөлініп кетпеуі керек. Корыждарды енді жинап бастаймын, барлығын төңкеріп, осындай пропитка алдын ала мен дайындап алдым. Енді ол өз қалауларыңыз бойынша мен қоюлатылған сүттен дайындадым. Әр корыжға 1,5-2 қасықтан крем жағып, барлығын жинап аламыз. Міне осындай биіктікте торт шықты. Енді осы тортты 7-8 сағатқа холодильникке бетін пищевая пленкаменен жауып қоямыз. Арадан 7 сағат өтті, мен осылай 7 сағат қойып алдым. Енді тортымызды сәндейміз. Тортты крем-чизбенен сыртын қаптаймын. Осы кремнің рецептісі каналымда бар. Төменге описанияға сілтемесін тастаймын. Осылай тортты айналдыра кремнің барлығын жағып шығамын да, бір шеттен бастап шпательменен тегістеп шығамын. Енді қасықпенен шоколадты шетіне осылай құйып шығамыз. Шоколадты дайындау үшін мен
алдын ала буға осы шоколадты ерітіп, үстіне сұйық майдан құйып, осылай дайындап алдым. Ендігі кезек торттың бетін сәндеу. Оны әркім өз қалауынша сәндеуге болады. Мен осылай фруктел менен сәндедім. Міне осындай өте нәзік, әдемі торт шықты. Осы видео ұнаса, лайк басып, каналыма тіркеліп, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.